Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін осындай өте дәмді болып шығатын палау дайындаймыз. Ең алдымен күрішті 3 рет жуып аламыз және де суға жарты сағатқа жібітіп қоямыз. Оған дейін етімізді қуырып аламыз. Сәбізді майдалап тураймыз. Және пиязды да майдалап турап аламыз. Ең алдымен пиязды етпен бірге қуырып аламыз. Енді сәбізді салып 0,5 литр су құямыз және де қайнатамыз. Содан кейін көпіршігін алып тастап, қақпағын жауып 30 минут пісіреміз. Міне күріш суда жарты сағат тұрды. Енді суын төгіп тастап, 1 шай қасық тұз қосамыз. Және қазандағы қайнап тұрған суға да 1 шай қасық тұз қосамыз. Күрішті осылай қазанның барлық жеріне жайып басып қоямыз, бірақ араластырмаймыз. Сарымсақтың қажет емес жерін кесіп тастап, палаудың ортасына саламыз. Кішкене су құямыз және осы су таусылғанша біраз уақыт пісіреміз. Міне суы таусылған соң, осылай палаудың бетін аударамыз. Енді бетін жауып, төмен отта 10 минут пісіреміз. Содан кейін палауды осылай ортасына жинаймыз. Және оқтаудың көмегімен осылай тесіп шығамыз. Шамамен 100 мг су құйып, төмен отта 45 минут пісіреміз. Міне палау өте дәмді болып шықты. Астарыңыз дәмді болсын. Жаңа рецептерді жіберіп алмау үшін менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар.